Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Жұлдыз. Бүгін тағайындайтын тағамыз борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін көреміз. Оған керекті құрам сәбіз, қызылша, картоп, орамжапырақ, қызанақ, жуа және де ет керек болатын. Етті мен пісіріп алдым. Міне осындай ол пісті. Піскен етті шығарып аламыз және оның үстіне туралған кубиктап картопымызды саламыз. Картопымыз піскенше бөлек табаға май құйып, жуа мен қызанағымызды салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Оған тәтті бұрышымыз саламыз және сәбізіміз салып, тағы 5 минут қуырамыз. Одан соң қызылшамыз саламыз, жақсылап тұрып араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Одан орамжапырағымыз салып араластырамыз. Үстіне тұз саламыз, қара бұрыш және дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Және сорпамызды құйып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып бұқтырамыз. Міне дайын болды. Енді піскен етімізді орташалап тураймыз. Енді қайнап жатқан сорпамызға піскен жарқымызды салып, етімізді салып, жақсылап тұрып араластырып, 10 минуттай қайнатып аламыз. Міне қыздар, дайын болды, өте дәмді болып шығады және сіздерге де кеңес беремін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Ас болсын.